Мен Әділнұр Дидар 2017 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің физика факультетін бітірдім. 2020 жылдан бастап Қапал кәсіптік техникалық колледжінде білім саласы бойынша өз жұмысымды бастадым. Өмірдің тірегі ұстаз. Ұстаз деп те оқытушы, тәлімгер, мастер, педагог деп те атауға болатын адам, арнайы кәсіби дайындықтан өткен, педагогикалық іс-әрекетпен айналысатын тұлға. Мұғалімнің әрбір білім алушы мен өсіп келе жатқан ұрпақ алдында, қоғам мен мемлекет алдында үлкен жауапкершілік жүктелген әрекет иесі. Болашақтың қандай болатындығы бүгінгі педагогтардың әрекетінің нәтижесі. Көрнекті поляк педагогы Януш Корчак ұрпаққа қалдырар мәңгілік байлық, ол білім мен тәрбие. Ал сол құндылық мұғалімнің уысында деп бекер айтпаса керек. Осы жылдар аралығында түрлі байқауларға бардым және білім алушыларымды түрлі іс-шараларға қатыстырдым. Сол бойынша марапатталып, жүлделі орындар алдық. Ұстаз мәртебесін көтеретін сол ұстаздың өзі. Қазіргі қоғамда кәсіби жақтан жоғары, білікті, өзінің шығармашылығы мен біліктілігін үнемі көтеріп отыратын, заман талабына сай, құзыретті жаңалыққа жақын, жаңашыл ұстаз ғана қоғамда жоғары мәртебеге ие бола алады. Білім алушылардың сана сезіміне адамгершілік, қоғами қажеттілік, қайырымдылық сияқты адами құндылықтарды ұялату мақсатында мұқтаж отбасылар мен Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміздің үйіне барып, аз да болса көмек көрсеттік. Осы іс-шара арқылы білім алушылар қоғамның өзекті мәселелерін шешуде өздерінің үлесін қосады. Білім алушылар мен осындай іс-шараға қатысу колледжіміздің міндетті шараларының бірі. Саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде бірігуінің арқасында біз жаңа қоғамды құра аламыз. Қоғам бізді қоршаған орта. Ол ортаның жайлы өмір сүруіне, өсіп-өнуіне қолайлы болмағын кім қаламайды? Кез келген азамат айналасына сүйіспеншілікпен қарап, мейірімді болу, қоғамға пайдалы іс-әрекетпен және спортпен айналысуы керек. Қазіргі қоғам қойнауында жеке адамдардың әлеуметтік пісіп-жетілулеріне, олардың әртүрлі формалары негізінде еркін дамуына мүмкіндіктер жасалады. Онда әрбір адамның мүддесін, еркіндікке, өмірге деген табиғи құқығын жан-жақты қорғауға, қоғамдық өмірдің барлық салалары қамтамасыз етіледі. Тағы бір қоса кететінім, осы жетістіктеріміз бен еркіндігіміз тәуелсіздіктің арқасында ие болғанымыз анық. Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында Қазақстан жылдан жылға көркейіп келеді. Небір қиындықтарды артқа тастап, жаңа экономикалық өрлеу үстінде. Тәуелсіз еліміздің көгеріп көркеюі жолында күш-жігерімізді аямайық.